ертерек тұрған көрермен, бүгін біз зоо дүкенге келіп, арнайы жануарлардың күтіміне қатысты ақпарат алғымыз келіп тұр. Бүгінгі біздің кейіпкеріміз ол шиншилла деген жануар. Тышқан сияқты, қоян сияқты, бірақ жүні өте бағалы, ерекше ерке жануар. Сонымен, осы жануар туралы айта кетсеңіз, қай жерден келді, қандай жануар? Вообще шиншиллы они зародились в Южной Америке. Негізі шиншиллалар оңтүстік Америкада өмір сүретін жануар. Кезінде бағалы терісін киім өндірісінде қолдану үшін қолдан өсірген. Тағы бір ерекшелігі оларды суға түсіруге болмайды. Олар құм арқылы тазаланады. Жүні жылуды жақсы сақтайтындықтан кезінде европалықтар тон жасау мақсатында мұхиттың ар жағынан алып келген. Бірақ арасында шиншилланың сүйкімділігіне қызығып, үй жануары еткісі келіп бағатындар да болған. Расымен сүйкімді, мейірімді, нәзік жануарлар. Өзіңіз ұстап көріңізші. Да, они не кусаются. Я. Әрі олар тістемейді, балаларға да дәл келеді. Үй жағдайында бағу қиындық тудырмайды. Сүйкімді үй жануары. Мен қолыма түсіріп, өте сияқты тыныш болады. Оның аты бар ма? Нет, мы им не даем. Жоқ, біз ат бермейміз. Сатып алушылар өздері қояды. Жалпы өзі қанша теңге тұрады? У них вообще цена варьируется. Олардың бағасы 15 мыңнан 35 мыңға дейін. Тұқымына қарай бағалы тайпалық деп аталатын түрін арнайы өсірушілерде 200 мыңнан 300 мың көлемінде бағаланады. Бірақ олардың саудасы заңмен шектелген. Арнайы төлқұжаты болуы керек. Ал біздікілер қарапайым тұқымдағылары. Арнайы төлқұжатсыз үй жағдайында бағуға арналған. Олардың күтімі, тамағы, торы қымбат па? Нет, так, ничего страшного. По их уходу и содержанию они неприхотливы. Олардың күтімі жеңіл, кең ауқымды тор қажет. Белсенді жануар болғандықтан тордың ішінде айналмалы дөңгелектер, ағаш ойыншықтар болуы керек. Тістерін уақытылы қажалап тұру үшін арнайы ағаш ойыншықтарды алған жөн. Мыналарда ойнап тістеп жүреді. Баспанадан кейінгі негізгі мәселе тамақтану. Шиншиллаларға кез келген өсімдік текті өнімді беруге болмайды дейді мамандар. Зоо дүкендердегі арнайы тағам түрлерін алған жөн. Бір күнге бір ас қасық тамақ жетеді және оған қосымша көкөніс не жемістерден құрғатылған түрін беруге болады. Осы сюжетті көріп отырып, бұның бәріне қанша теңге кетеді деп ойлап отырсаңыз, айдарымыздың алақан чек бөліміне құлақ түріп скриншот жасап алыңыздар. Тордың шиншиллаға сай келетін ең шағын түрі 30 мың теңгеден басталады. Сондай шағын тордың табанын толтыруға айына 2 мың теңге. Ал тазалаушы құмына 1050 теңге жұмсайсыз. Арнайы тамақ пен дәруменнің айлық шығыны 3700 теңге. Жануар бүлдіріп тастамайтын керамикалық ыдыс 3000 теңге. Тамшылатып су ішетін ыдысы 1800 теңге. Пластикалық түрін әр шайда ауыстырған жөн. Ағаш ойыншықтардың топтамасы 3500 теңге болса, әрі төсек, әрі тамақ болатын сабан жинағы 1800 теңге. Негізі шиншилланың күтіміне қатысты барлық ақпараттарды білдік. Енді егер қаласаңыз, зоо дүкендерге келіп сатып алып, біздің айтқан кеңестерімізге құлақ түрсеңіздер болды.